Одан кейін үшіншісі бұл дәрінің тілге қоямыз. Кейін төртінші терінің сынамы яғни ол кезде ортамшылық тамызып, одан кейін скарификатормен теріні қырамыз. Одан кейін тері ішілік сынамада, яғни бұл кезде осы білектің ортаңғы бөлігіне антибиотиктің аламыз да. Тері ішіне 0,2 мл енгіземіз, терісіне жібереміз. Одан кейін ол конъюнктивальды сынама, яғни бұл кезде конъюнктивальды қақпағын антибиотиктің ерітіндісін 1-2 тамшысын енгіземіз. Мөлдеп болғаннан кейін саласы қондырылған жармамен жабамыз. Спиртпенен қалды. Өңдеп алғаннан кейін осы жаңа 0,25% антибиотик новокаинді аламыз да, осы алғаннан осы неге жан-жағына жансыздандырып тұрамыз осы новокаинмен бірге. Оны жансыздандырып болғаннан кейін өліксізге ұшыраған тіндерді ішінен алып түсеміз. Үйде заттар алып түсеміз. Осы өліксізге ұшыраған тіндермен өлік заттарды алып қойғаннан кейін осыны жаңағы 3% кислородын, яғни сутегі асын ботымен жарып ішін жуамыз, енеміз. Жаран шетін қайда бөліп өңдеуіміз. Қалғаннан кейін салыстан жарман аламызда асептикалық жаран қойымыз. Yani bu жерде biz nafas келесі дизопайланын салынтасы. Yani bu жерде biz керекті құрал-жабдықтарды таңдап алып, науқастың дәрежесін отырғызамыз. Yani науқастың науқасы не болғаннан кейін, оның қол барысында жаңағы мақаттардан жасалған дәкені қоямыз да, оның жаңағы көкек қуысына жаңағы қолды денеге жанастыра отырғызып, орналастырамыз. Сонымен қатар жаңағы бұларды жаңағы қолдың астынан бастап, жаңағы дизопайланын бірінші стимуляторлық бағытта байлайтынымызда жүргізуге болады. Yani осы стимуляторлық бағытта байлап болғаннан кейін, жаңағы оны жарақаттанған еттің жоғары бетішіне, яғни бірінші стимуляторлық орналастырамыз. Яғни оларды бір-біріне яғни қарама-қарсы бағытта ораймыз. Бұған қарама-қарсы бағытта орап болғаннан кейін, жаңағы шекара қолынан тұрмаймыз, сүремізді білек ортаға сызып бойымен ағызып жібереміз. Жаңағы сау жаққа қарай алып барамыз да, содан кейін жаңағы белдің ортасы сызып бойымен екібаш бағытта жүргізіп, жаңағы жарақаттанған қолға алып барамыз.
Одан кейін жаңағы шынтақ қолына төмен түсіреміз. Ол жерде бір орап аламыз да, одан кейін қайтадан бір қалаш сызық бойымен түсіріп, жаңағы қолдың сау жағына қарай, беттің сау жағына қарай алып барамыз. Сау қолға Осы бағытта қайталап жүргізіле береді. Олжын алып болғаннан кейін осы құрсауды жаңағы сынған қолға орналастырамыз. Қансақтаған жерді бірінші қалжақтан дайындап алып, одан кейін қансақтаған жерді қойып, одан жоғары бөлігіне таки орап үшін ораймыз. Одан кейін екі қолмен тартып осы таки ораған жерге жігітті орналастырамыз. Қанның тоқтауын және қанның соғысын байқаймыз. Егер тоқтамаса, қайтадан шешіп қайталанбасын егер тоқтаса, ары қарай жалғастырып ораймыз да. Қолтық астынан шаршы қойып, бірінші бірінші қадам осы циркулярный байлықтан осы жуықтың астына осы жуық қойылған күнді және уақытты жазып циркулярлық анық болғаннан кейін екінші қадам осы сау қолтық ойығынан көкірекпен қиғаш яғни қарама қарсы одан иықтан алып келеміз. Үшінші қадам осы жарақаттанған иықтан сау қолтық ойық астына барамыз. құрал жабдықтарын даярлап аламыз. Одан кейін науқасты егер жарақаттанған қол болса, сау қол жағынан тәкемен қасырған жердің жоғарғы бөлігіне орап таңамыз. ұстап қойып қоямыз. Одан кейін қолтық астымен таңамыз. Одан кейін қолмен созып бірінші осы тәке орналасқан жерге бекітеміз да, сөйтіп 2-3 мәрте орап көреміз. Алақаннан қолтық астына дейін. 2-3 мәрте орап көреміз. Кейін қанның тоқтағанын, одан кейін пульсын байқап көреміз. Осыдан кейін эсмажуытының аяғын алып, кнопкалы жапқышқа әкеліп бекітеміз. Одан кейін осы жерде жаңағы бетпен бір-біріне осы өзінің салынған күнін, одан кейін жаңағы уақытын белгілейміз. Уақытын белгілеп, осы бір жыл несіне қыстырып қоймыз. Одан кейін осы қолға жаңағы жылулар салынады. Қолтың астына байлығын осы қолды денеге жабыстыруын қамтамасыз етеміз. Одан кейін бірінші қадам ол циркулярлық анықталып, ол сау қолтықтың астына осы жарғанынан жаққа қарай бір рет орап таңшамыз. Кейін екінші қадамда осыны жаңағы көкірек опасының алдыңғы беткейінен қиғаш үстіге қарай
қарамағын қарай жалғастырып, осы жерден жаңағы төмен қарай арт жақ деген түсіреміз. Осы қиылысты сау қолдың астына қарай тағы да жүргізіп, оны артқы беттен жоғары қиғаш жаңағы епқа қарай жүргізіп, осы жерден жаңағы алдына қарай епқа қиылысына қарай түсіріп, сау қолдың астына бәріп келеміз. Осыны бірнеше рет қайталап шығамыз. Nafasını ыңғайлы тұрғызып аламыз. Бес пайыздық йод ерітіндісімен жара ішектерін йод ерітіндісімен ортағы бөлігіне жасалады, яғни бұған жаңағы жара шектері тағы да 96 спирт ерітіндісімен бөлек өңдей аламыз. Спирт ерітіндісімен бөлек өңдеп, ол жерді 0,25 пайыздық новокаин ерітіндісімен жергілікті жансыздандырып аламыз. Өрексеге ұшыраған бұл заттарды алып тастаймыз. Жаңағы жара үшін өрексеге ұшырған алып тастаймыз. Жара үшін 3 пайыздық сутегі астын қолтығымен жара үшін өңдеп аламыз. Просто как их учили делать? Да. Өңдеп аламыз. Жара үшін өңдеп болғаннан кейін бірде болды ма? Жара үшін өңдеп болғаннан кейін оны тампонмен жара үшін құрғатып аламыз. Сосын ақ жайманы алып, осы жара шектерін тағы да 96 пайыздық спирт ерітіндісімен сосын бұл жерге асептикалық қамыш салынады. Қажетті балдар дұрыс санап аламыз. Осы қажетті балдар
антибиотикті еске алып жараның ішіне екінші қадамда бәрін үшінші қадам осы терлік сынама. Терлік сынамадан біз осы білек ортаға осы антибиотик ертінсін бір тамшысын тамызып, содан кейін осы скалификатормен құрамыз. Ал бесінші этап осы тері-ішілік сынамы білектің ортаның бөлігіне осы антибиотиктің изотоникалық ерітіндісінің нөл бүтін екі миллилитрін алып осы тері ішіне жібереміз. Терасына жібереміз да. Содан кейін осы конъюнктивалды сынама, алтыншы этапта осы конъюнктивалды сынама, оны осы конъюнктивалды қаптап бір тамшы осымен тамызамыз. Антибиотик ерітіндісін бір тамшысын тамызамыз. Бүгінгі өтіп отқан емтиханымыз хирургия дисциплина кафедрасындағы хирургиялық пән бойынша қоғамдық денсаулық студенттерінің факультетінің студенттерінің үшінші курстарында объективті құрылымды клиникалық емтихан өтеді. Болып жатыр. Емтихан 5 бекеттен тұрады. Біріншісі антибиотикке сезімталдығын анықтау, екіншісі жараны біріншілік хирургиялық өңдеу, үшіншісі дезо байланып салу, төртінші эсмарт жүгітін салу, бесінші бізде крамер шинасын салу. Объективті құрылым емтихан бірнеше қадамдардан тұрады. Оны кіріп ішке өздеріңіз көрсеңіздер. операционное поле ограниченное сезімталдығын анықтайды. Теперь снова так, обрабатываем полярами 96% этиловым спиртом. Оның 0,5% осы ненің білектің бекіткен жағына оның теперь удаление удаляем инородные тени способные тері-ішілік сынама болып табылады. Ол тері-ішілік сынамада біз осы білектің ортаңғы бөлігіне ерітіндіні алып, обрабатываем внутри раны 3% перекисью водорода и раствором фурацилина. Теперь высушиваем внутри раны. Спокойно высушиваем внутри раны. Обрабатываем края 96% этиловым спиртом. И накладываем косметическую повязку. Здесь начинается от самого
Валик мышечную складину вставляешь и салфетку под холодильник. И начинаем перебивать. Тура осы жағдайда бірнеше рет қайталанады арқылы обрабатываем раны 96% метиловым спиртом. Обезболиваем края ран на целых 50% алкоидным раствором. Затем удаляем инородные тела и нежизнеспособные ткани. Тампоном высушиваем внутри раны. И обрабатываем края ран 96% метиловым спиртом. И накладываем астетическую повязку. Дайындығымыз жақсы. Бірінші
байланысты тапсырасың, бірақ сұрақтар өзіміздің осы күнделікті өтіп жүрген сабақтарымызда болған жағдайлар қазіргі таңда өзі қобалжуына байланысты ма білмеймін, бірақ өте күрделі болды деп айтуында да болады. Бірақ негізгі биология сабағы өте өзі қызықты сабақ болғандықтан өзім жақсы дайындықпен өте қазір қобалжудамын. Жақсы бала алдым деген ойдамын. Деп болса да өте экзаменді өте жақсы тапсырып шықтым. Себебі біз бұл жерде ешқандай қиындықтар болған жоқ. Себебі бізге Бауыржан ағай сабақта барлық осы нелерді, этаптардың барлық нелерін бізге өте жақсы үйреткен болатын. Сондықтан мен әрбір ағайын, әрбір апайын, әрбір этапқа барған кезде мен ешқандай қиындықтар менде болған жоқ. Өте жақсы тапсырып шықтым деп ойлаймын. Өзіңіздің көңіліңіз бүгінгі емтихан қарсы қандай пікірлеріңіз бар? Жалпы оқушылардың дайындығы жаман емес. Осы 24 адамнан 2 адам нашар тапсырғанда артуға болған. Жалпы дайындық, капитан дайындығы да жаман емес. Обеспечение дейді, волонтерлардың да бар, бәрі шыдап отырды. Міне сағат өтен кетті. Соның бәрі негізі кафедраның өзіне байланысты, соның бәрі дайындық жоғары деңгейде деп есептеймін. Өзім пікір. Рахмет. Тазар қалай? У меня до ОСК-да бірінші, бірақ маған бүгінгі өткізілген ОСК өте жақсы ұнады. Бірінші кезекте бұл кафедраның заслугашы. Сіздерге рахмет. Кафедра меңгерушісіне және оқытушыларына, студенттер сондай жоғары дәрежеде дайындағансыздар. Мен 3-ші этапта отырдым. Мен этапында төмен баға көрсеткен студент болған жоқ. Екіншіден, волонтерлар өте жақсы дайындалған. Кейде тіпті студенттердің өзіне дұрыс байрамды үйретіп отырды. Ал енді техникалық жабдықталуына келетін болсақ, жабдықталу өте жоғары дәрежеде. Сіздерге өте рахмет деп айтамын. Осындай дәрежеде барлық кафедра сіздер секілді атсалысып отырса, біздер студенттерге жоғары білім береміз деп сенеміз. Мен сіздерге рахмет. Мен екінші кезеңде тұрдым. Жалпы кафедраларынан өте жоғары дәрежеде қажетті құрал-жабдықтардың барлығы бар. Дегенмен менің екінші кезеңде бірде-бір студент ең жоғары балға 4-17 алған жоқ. 2 студент қана 3-9 балл алды, ал тіпті төмен балл алғандар да бар. Бұл кафедраның кемшілігі деп есептеймін, себебі жалпы барлық жағында жеңілдік. Ал өкінішке орай теориялық жағынан білет, тәжірибелік жағынан көрсете алмайды. Қателік барлығында бір қателік. Оны оқытушыда жаңа байқалған отыр, қателік бірдей бәрі. Сондықтан да жалпы енді мүмкін студенттерге көбірек уақыт бөлу керек шығар, практически дамыту кішкене көбірек келіп үйрену керек шығар. Ал теориялық жағынан ешқандай не жоқ. Жақсы меңгерген, теориясы жақсы, ал практикасы нашар. Сол жағынан ойлау жасаңыздар деген ұсыныс білдірген. Наверное, стоит поблагодарить и поздравить кафедру профессорский преподавательский состав. То, что любой экзамен, это есть, наверное, подведение итогов вашей работы и всего. Но, в принципе, это неплохо получилось. И что все-таки бакалавриат, это не есть врачи. Достаточно того, что они чеканивают теоретически, так, они не понимая говорят, они не понимают, что они делают. Ну, этого достаточно. Ну, на следующий уровень они уже будут понимать, наверное, после всего этого. Ну, это мое мнение чисто, я не претендую на абсолют. Так что надо поблагодарить кафедру за то, что все-таки они подготовили этих студентов. Из тех, что было, и сделать такой результат, он был неплохой. И достаточно, можно сказать, что организационную часть оценку можно поставить все-таки на хорошо. Отлично, тяжело, всем ставить. А тут всегда не забывать погрешности. Хорошо, это очень хорошо. Ну, я был на первой станции. Результаты первой станции наглядно. Они хорошо, даже отлично подготовились. У меня низкий балл, по-моему, там самый низкий 3-4, по-моему. Вот. Я хочу сказать, что, в принципе, экзамен это не только экзамен, но экзамен это для студентов,
их незнание проявляют. А такой экзамен, ОСКИ, это экзамен для кафедры. Как организуется, только я думаю, что кафедра экзамен выдержала, отлично, организация хорошая, обеспечение, все хорошее, волонтеры. И еще я хочу сказать, что с каждым годом, я вот уже 3-й год на ОСКИ нахожусь, с каждым годом усложняется задание по ОСКИ, количество станций увеличивается, и я хочу сказать, что и уровень знаний студентов тоже потихоньку, но увеличивается. Я думаю, это заслуга кафедры, заведующего, завуча. И большое спасибо. Мне понравилось. Кафедра осы емтиханға көптен бері даярланып жатырыпты. Бұл бірінші рет емес, қайталанып өткен экзамен. Жылдағыдан егер де бір-бірін салыстырып қарасақ өзгерістер биыл жақсы даярланғаны жақсы. Кафедрада бәріне барлығы сайын бұл жерде жауапты барлық өзінің ассистенттермен жақсы даярланды. Егер студенттердің тәртібі уақытылы келді, бәрінде еш ауқым жоқ, басқа адамдар араласқан жоқ. Бұл деканаттың да жұмысы, бұны студенттерді тәртіпке салып, бәрі уақытылы келіп, уақытылы кірді. Формада бәрі ешқандай жауқым жоқ, тыныштықпен белгіленген уақыт мезгілде өтті. Енді экзаменаторлар бәрі объективті бағалады, студенттердің бәрі кемшіліктерді айтты. Айрым кемшіліктер болған, кемшіліксіз болмайды, соларды келесі рет қайталанды. Рахмет бәрімізге. Все. Сегодня мы были свидетелями проходящих экзаменов кафедры общей хирургии Южно-Казахстанской фармацевтической медакадемии. Меня зовут Аида. Кстати, поздравляем вас с наступающим новым 2011 годом. Желаем вам успехов в этом новом году. И встретимся в следующий раз. До новых встреч на телеканале ОКМ.